Аға бүгінгі бокс кешінің қонағы ретінде келіп отырсыз ғой. Жалпы сізде көңіл-күй қалай? Жалпы мынау бокстан, жалпы кештен алған әсеріңіз қалай? Әрине өте жақсы, өйткені жаңағыдай Қанат бауырымыз осындай жақсы жеңіске жетіп жатыр. Бұл кезекті жеңісі, сондықтан көңіл-күйіміз бәрі жақсы. Енді Құдай қалап Қанат осы әлем чемпионына атағына шығып, соны жеңсе дейміз осы биылғы жылы. Негізгі енді ойдағы қойған мақсаттардың бәрі орындалып жатыр, сондықтан көңіліміз жақсы. Жалпы Қанат ағаның жаңа өзі айтқандай, дәл сол жерде оның жаңа қасы жарылып кеткен кезде әртүрлі ой келді дейді. Сол кезде сіз жанкүйер ретінде қандай ой келді сізге? Енді ойымыз Қанат екеуміз бірдей болды, өйткені қабағы жаңа көрдіңіз ғой, бас кезінде ол бір рет ананы қаттырақ ұрып қойып барып ары қарай асықпай ойнайын деген ғой. Оған анам бас тиіп кеткендіктен осылай бір раундта бітірмесе тоқтатып тастау мүмкін еді, өте үлкен травма. Сондықтан Қанат сол мен ойымыз бір жерден шықты да, сол бірінші раундта бойда аяқтады. Жалпы одан кейінгі Қанат ағаның қатысуымен болатын бокс кештері қаншалықты ұйымдастырылады және қай жерде және кім кезекті жұдырықтасатын кісі болмақ? Енді биылға Қанаттың жылдың аяғына дейін сол әлем чемпионы атағына шығу керек деген ойымыз бар. 4 қарсыласпен кездеседі екенбіз. Біріншісі міне жаңағы осы, екіншісі Құдай қаласа апрель айында болады деп пландап отырмыз. Одан кейін Қазақстанда жазда әлем чемпионатына экспоға шықса деп отыр. Астанада ғой? Иә, Астанада болады. Одан қалса соң кейін жылдың аяғына дейін тағы бір ой өтеді. Жалпы сәуір айында айтып отқан кездесуде қарсылас кім болмақ? Шамамен ойластырып отырмын. Қарсыласты алдын ала шешу мүмкін болған жоқ, өйткені мына бойды жеңу керек болды да бірінші. Енді мынаны жеңгендіктен қазір келесі қарсыласын соңға дейін шешеді ғой. Мынау бразилиялық боксшыменен Қанат аға өзінің титулдарын қорғады ғой, былайша айтқанда. Келесі кездесуде де дәл солай қорғау бола ма, әлде жаңа титулдарын өндеуге? Одан қазір уақыт көрсетеді, өйткені бұл жерде бірінші титулда болып тұрған жоқ. Мәселе қазір Қанаттың рейтингта жоғарылай беру керек та. Өйткені бұл Қанаттың өздеріңіз білесіздер, 15-ке кірсе топқа, онда әлем чемпионының атағына таласа беруге болады. Бірақ Қанаттың енді соққысы өте ауыр, сондықтан тәжірибесі өте жоғары. Қанаттың әлем чемпиондар соперникқа кездескісі келмейді Қанат. Сондықтан қазір осындай бойлар тоқтамай өткізе беру керек та. Өткізе беріп, бірінші болып тұрса, олар жаңағы обязательно дейді ғой. Міндетті түрде Қанаттың шығу керек болады да. Шықпаса, онда жаңағы белбеулері Қанатқа тиеді. Рейтингке байланысты. Иә, сондықтан Қанат тоқтамай осылай бойларды өткізе бергені өте дұрыс, ол өзіне де босқа тұрып қалмай, екіншісіне рейтингта да жоғарылай береді. Бірақ қазіргі тұрған осы 4-ші, 5-ші, 6-ші болып тұр ғой, основной версияның ішінде. Онымен ол баяғыда әлем чемпионының белбеуіне таласуға мүмкіндігі бар.